Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun, урметлі сeyirciler. ЮА Қырым телеканалында хаберлер жанлы yayında. Мен оның албырыжысы Муслим Умеров. Бүгін біздер бойле бағалар ағында ике етежекміз. Қырымның Шумха, яғни Заречная көйінде оператив Қыдырув тедбірлері кешірілді. Ахметхан Султанның 99 жылдығының толдырылмасы. Перетворення театрының «Звабник» адлы ойыны. Ахмежит районының Шумха, яғни Заречная көйіне оператив Қыдырув тедбірлері кечірмек мақсадынен ишғалжылерінің экстремизмге қаршы күреш мерkezінің хадимлері келіп чықты. Бұл ақта Қырым бірдімлігі хабер етмекте ишғалжылер жаминің имамы Асан Бекировны сорғуға чықты. В мечеть зашел сотрудник прокуратуры. Жамиге прокуратураның хадимы кіріп оз адını айтты. О жұма намазından son имамның тышқа шыққанын істеді. Bir şey anlatmak gerek eкен. Men жұма намазını yerli cemaat ricası üzerine geçirdim dedim. Жұма namazından son çıkıp şahitlik etmeyi reddetim dedim. Июльнің 5-інде ишғалжылерінің тәлікесізлік органларының хадимлері артық бұл жамины зерет еткені ақында қатырлатамыз. Ол күні намаздан сон жамиде намаз қылған мұсылманлар незарет алтына алынған еді. 2 жылдан берлі Русия президенті Владимир Путиннің мемуриеті Илми Умеров ве Ахтемчигознен мефасынен алақалы весиқаларыны бермеге редеті. Қырым хаберлеріне бұл ақта адлиеджі Николай Полозов ике етіп берді. Об указе о помиловании стало известно только из косвенных материалов. Мефа hakkında Rizat Kvastalı delillerden belli oldu. Mesela bu İlmi Umerov'ның davası boyunca ceza yerine geçirу federal hizmetinin cevabı ve Ahtem Çiğgoz'ның azat etülüğü hakkında vesika. Anda da Mefa emiri hakkında yazılgan suratma boyunca emirini bizge vermege reddettiler. Rusiya prezidentinin memuriyetinde bu malumat irilişuf sınırlı olgan kategoriyaga kirgeni hakkında ayttılar. Şikayet vermek için bütün imkanlar Rusiya mahkeme sistemasının çerçevesinde bitti. Biz halkara mahkemelerge müracaat etemiz. Şimdi vesikalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yollanıldı. 2017 senesi октябрьнің 25-інде Русия кеметі илхақ етілген Қырымда mahkum етілген Ахтемчигоз или Илми Умеровны азат етіп, Түркиеге yolлаған еділер. Андан олар сонрадан Киевге келді. Алманияның ДПА агентлігі Хабертюрк телекомпаниясындан алған малюматқа esaslanарaq азат етілген Чигоз ве Умеров еріне Түркия үкіметі Москваға жасуслықта қабатланған Русия ватандашларыны бергені ақында хабер еткен еді. Кремль мабуслеріне азатлық. Ригада ерлешкен Русия Федерациясының элчиханиясы оғынды бұл шар алтында бір акция өткерілді. Акцияда 15-ке яқын инсан іштірақ етіп, янларына Латвия, Украина ве Қырым татар халқының байрақларыны кетірді. Олар Русия ве илхақ етілген Қырым апысханелерінде қанунсыз тұтылған украиналылар или Қырым татарларының азат етілгені талап еттілер. Россия оккупант! Россия оккупант! Путин агрессор! Путин агрессор! Путин агрессор! Бүгін Қырым татар учучысы олған Ахметхан Султан 99 яшыны толдыра. Киевде оның эйкелі алтына чечеклер қойарақ Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы анылды. Чечеклер қойылған малды иштиракчылар дуа оқыды ве Ахметхан Султанның муафақетлері ақында сөз үрсетті. Ахметхан Султан Karaman dediğimiz vakit her bir böyle ölçüden karamandır. Çünkü kendi hayatında hem bizim için böyle yakın korulgen karamanlığını işte milletimizden ayrılmadığını, milletimizge yakın olganı ve milletimizin haklarını korçalamak için kendi istesini koşkanı sebepten. İşte o sebepten bizler ballarımızla böyle insanları hürmet etmeye toplantılar geçiriyor. Ахметхан Султан Советлер бірлігінің 2 дефа қараманы. Екінші дүния женкі еларында о 603 кере учуш япып, душман олған нацист Алманияның 30 дане учағыны ұрып түшіре. Ол Қырым татар халқы милли әрекетінің иштиракчысы оларақ халқының ватаны Қырымға қайтарылмасы үшін күреші. О Москвада дефинетілгендір, Махачкала ве Ахмежит ава лиманлары оның адыны ташы.
Париж махкемесі Русияның Ашадбанкқа төлевлер япалажағына дайыр халқара арбитраж махкемесі қарарының эда етілуінен бағылы Русия берген аризасыны редетті. Бұл ақта банкның матбуат қызметі хабер етмекте, Русия илхақ етілген Қырымда Ашадбанкның мүлкиетіні запт еткені үшін она 1 миллиард 300 миллион доллар боржды сайла. Бүгін банкның матбуат қызметі бұл құзуста анги бір малюмат беріп оламады. Тафсилетлі малюматны кележек афта берілжегіне сөз берілді. Тафсилетлі же кележек еңларымызда ике етілежек. Июль айында Киев апелляцион махкемесі Ашадбанкның давасын тахмин етерек халқара арбитражның қарарына бинайын Русияден тазминат оларақ 1 миллиард 1 миллион доллар алынмасы таздықлаған еді. Әрі махкеме Русияден қарарының вақтында айда етмеге үшін файыз алынмасына да қарар берді. Умми борч 1 миллиард 300 миллион тешкилеті 2018 сенесі ноябрьында арбитраж махкеме Қырым илхақындан долайы банк ғайып әткен мүлкиеті үшін Русияден зарарының тазмин етілмесіне қарар берген ақында қатырлатып кечеміз. Илхақтан евел Қырымда гастроль кешірген «Перетворение» театрының звабны кадлы спектаклі бір күн евел Киевден ұмайыш етілді. Көстірівге 100-ге яқын инсан келді. Премьера насыл кечкені ве актерларының Қырымнен бағлы қатаралары ақында Сергей Швец етіп бережек. Саджає Кирила і тільки посадила. Нормальна картинка. Знову повертаємось до реальної картинки. Для мене театр «Перетворення» почався з 2005 року. Ми були в Криму. Шевелилов театры менің үшін экибин 5-ші сенесі башланды. Біз Қырымға чок сефер барған едік. Анда гастрольдер кечті. Біз Қырым татар ве Украин балырына Қырым татар батыры Ахмет ве Грицко ақынды кемасталын барған едік. О Украин ве Қырым татарларының достлығы ақындадыр. Қырымда ары бір кой бар еді, яғни Қырым татар болғана қойу бар еді. Анда Қырым татар мектебі бар еді. Менімже, о вақыт Қырымда боле тек бір мектептір. Анда Қырым татарлар оқуған еділер. Оның мүдірі де Қырым татар еді. Анда пек истедатлы балар бар еді. Айтып оламайым, олар базы бүліктер анлап оламаған шелдерні аңлайдылер. Базы адамлар ойынға келіп, мен бұны аңламайым дейлер. 14, 15, 16 яшындaki балар ісе, аран халдыралар ісе, ве біз біле тұшынып оламажақ шелдер ақында ике еттелер. Едуарда де Філіппо «Ризик». В принципі, це відома одна актова комедія. Эдуарда де Филиппо телеке. Әсәсен бұл белі бір ақлы комедия. Менің қараманым айлеви яшайышқа тышындан келген несәретчі кебе кере. О квартираны қиралып чешіт севге көстерешлер көре. Бұл адамлар берабер яшапылама ве еркек қадыны ата. Друга частина, в якій я приймав участь, це Ежен Ионеску «Марення вдвох». Екінші парча bu Jan Ionescu iki adamның sandırağı. Men onda iştirak ettim. Bazen biz adamlar dava vaktinde birbirine gereksiz şey isbat etkenlik görmeyimiz. Biz şahsi menmenlik vasıtasının birbirimizin yaşayışımızını bozamız. Мен біраз тірен шейлерні аңлағаным үшін қорқайдым. Менің залда отырғанларының епісі де аңлайды. Açıkçası мен пек бекендім, чүнки бұл ақиқи дuygular ve onu бір insan аңлай. Нариман Алиевның «Евге қайту» вадлы фильмі Украина киноколы кинотенқітшілерінің үждәне милли мүкефатыны қазанды. Бұл ақта кинотенқітшілерінің Киев афтасы адлы кинофестивалінің ресми сайтында хабер етілмекте. Алиевның фильмі «Ен яқшы толу метражлы ойын фильмі», Нариман Алиевның өзі «Ен яқшы режиссер мүкефаты» алды есе. «Ен яқшы актер мүкефатының лауреты оларақ Ахтем Ситаблаев сайланды. Киевның тенқіт афтасы Украин кинотенқітшілері тарафындан
сайланған фильмлерінің танытылуы yapılған халқара фестивальдар. Евге қайту фильмі атода уйкен оғлы әләк олған Қырым татары Мустафа ақында екееті, баба өзінің бірінші евлядыны Евге алып кетерек, ана ватаны Қырымда дефін етмекнен бір сырада küçük оғлын да алып кетмек істей. Милли прокатқа фильмі ноябрінің 7-сінде чықажақ. Нариман Алиевның фильмі Оскарды ябанжы тілде чыққан ең яқшы фильм номинациясында Украинаны темсил етмекті. Біз өзімізге керек olmasақ, кімге керекміз? Украинада саат 1 саат кері чекілежек. Ноябрінің 27-сінде геже саат қыш вақтына кечерілежек. Украинаның қыта қысмы или вақтын жейжғал етілген Қырым арасындаки саат фарқы 1 саатны тешкіл етежек. Қырымда хаберлеріні саат 18, саат 20.50-де ве саат 21.40-та сир етебележексіңіз. Программамыз сонuna етті. Фейсбукта олған хаберлеріміз сіз үшін ратлы күнлерінде де çalışмақталар. Бұның үшін бізлеріні тақып едіңіз ве сағылықнен қалыңыз.